частный медициналық орталық. Қазір мынау артынан жаңа соғып жатыр екен. 3 этаж, подвал мен 4 этаж. Осы объектіге қазір пенобетон құяйын деп жатырмыз. 330-350 квадраттай примерно. Жаңа оборудованиямен құяйын деп жатырмыз. Бұл оборудованияның ерекшелігі бұл 2 реттік араласпадан өтеді. Бочканың ішінде бір араласады, астында тағы да бір араласады. 2 рет араласады. Соның арқасында пенобетон сапасы өте жоғары болады. Өйткені цемент құрғақ комоктар қалмайды. Және де бұл құрылғымен 9 этаждық үйлер болса, соғанда құя береміз. Ешқандай қасиетін жоғалтпай, қиналмай құя береді. Мына төбе 5-20-лық стропилалар. Араларын бір 70-80-ден тастаған. Төбесінде жұмовка ағаштар. Зазорлары 2-3 сантиметр арасында ашылған. Дәл осындай болса болады. Мынандай төбеге шығатын жерге міндетті түрде мынандай 10 сантиметр болса 10 сантиметрлік, 15 болса 15 сантиметрлік борт жасау керек. Мына төбесі пароизоляционный мембрана төсегеміз. Мындай болады. Бір беті мата сияқты, бір беті пленка. Майда тесіктері болады. Ауа өтіп тұру үшін. Ішке дымқыл кірмейді, бірақ ауаны өткізеді. Мынандай борт міндетті түрде болу керек. Құйған кезде ақ кетпеу керек. Үйден соғып атқан кезде міндетті түрде мынандай шлакоблоктан немесе осындай пеноблок, газоблоктан шеттерін көтерген дұрыс. Үйдің сәнін береді. Екіншіден пенобетон құйылған кезде ақ кетпейді.